Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, Тұлға арнасына қош келдіңіздер. Әуезов Мұхтар Омарханұлы қазақ әдебиетінің классигі, қоғам қайраткері, филология ғылымының докторы, профессор. Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданындағы Бөрлі деген жерде 1897 жылы 28 қыркүйекте туған. Шыққан руы Қожа. Әкесі Омархан, атасы Әуез, Абай ауылымен іргелес отырып, айналасындағы адамдармен достық көңілмен араласа білген. Атасы Әуездің өзі Абайдың өлеңдерін сүйіп оқыған, түрік, парсы әдебиетінен хабары мол, ескіше сауатты, еліне қадірлі адам болған. Атасы Әуез, әжесі Дінәсіл, немерелеріне Абай өлеңдерін қайта-қайта айтқызып тыңдап отырған. Ол жөнінде жазушы, бір қыз, бір жазда Абайды түгелге жақын жаттап алдым деп айтқан еді. Бұл жас Мұхтардың мейірін қандырған қайнар бұлақтың өлдір суындай болып, оның болашақ өміріне, шығармашылық тағдырына игі әсерін тигізеді. Атасы Әуездің жәрдемімен бір жағынан сол кезде ел арасында көп таралған қиссалар мен аңыздарды, өлең жырларды, екінші жағынан Абайдың шығармаларын көп тыңдап, жаттап өскен Мұхтардың бойында көркем әдебиетке деген ықылас, құмарлық ерте оянды. Алғашқыда 1908 жылы Семейдегі Камалиддин Хазірет медресесінде оқып, одан кейін орыс мектебінің дайындық курсына ауысады. 1910 жылы Семей қалалық 5 сыныптық орыс училищесіне оқуға түсіп, соңғы сыныбында оқып жүргенде Дауыл атты алғашқы шығармасын жазады. Училищені 1915 жылы аяқтап, Семей қалалық мұғалімдер семинариясына түседі. Семинарияда оқып жүріп, Шәкәрім Құдайбердіұлының Жолсыз жаза дастанының негізінде Еңлік кебек пьесасын жазып, оны 1917 жылы маусым айында Ойқұдық деген жерде сахнаға шығарады. Ресейдегі саяси төңкерістер Әуезов өміріне үлкен өзгерістер алып келеді. Ол Семейде алаш жастарының одағын құрып, түрлі үйірмелердің ашылуына ұйытқы болады. Жүсіпбек Аймауытовпен бірге жазған «Қазақтың өзгеше мінездері» аталатын алғашқы мақаласы 1917 жылы 10 наурызда Алаш газетінде басылып шығады. 1918 жылы 5-13 мамыр аралығында Омбы қаласында өткен жалпы қазақ жастарының құрылтайына қатысып, оның орталық атқару комитетінің мүшесі болып сайланады. Мұхтар Әуезов Жүсіпбек Аймауытовпен бірлесіп, Семейде Абай ғылыми көпшілік журналын шығаруға қатысады. 1919 жылы семинарияны бітіріп, қоғамдық саяси жұмысқа араласады. Сол жылы желтоқсанның 4-інде Семейде большевиктер билігі орнап, Әуезов Семей губревкомының жанынан ашылған қазақ бөлімінің меңгерушісі және қазақ газетінің ресми шығарушысы болып тағайындалады. 1921 жылы қараша айында Қазақ АКСР орталық атқару комитетінің мүшелігіне сайланып, онда кадр мәселесімен айналысады. 1922 жылы күзде Ташкенттегі Орта Азия университетіне тыңдаушы болып оқуға түседі, әрі Шолпан және Сана журналдарына жұмысқа орналасады. Осы басылымдарда қыр суреттері, қыр әңгімелері, үйлену, оқыған азамат, кім кінәлі, заман еркесі атты әңгімелері жарияланады. 1923 жылы маусым айында Ленинград мемлекеттік университетінің қоғамдық ғылымдар факультетінің тіл әдебиет бөліміне оқуға ауысады. 1924 жылы Семейдегі мұғалімдер техникумына оқытушылыққа қалдырылды. Сонда жүріп, Таң журналын шығарады. Онда кінәмшіл бойжеткен, қаралы сұлу, ескілік көлеңкесінде жуандық әңгімелері жарияланады. 1925 жылы Ленинградқа қайтып барып, оқуын жалғастырады. 1926 жылы жаз айында Семейге арнайы ғылыми экспедиция ұйымдастырып, оның мәліметтері негізінде жазылған әдебиет тарихы монографиясы 1927 жылы кітап болып басылып шығады. Сол жылы жазда Жетісу өңіріне сапармен келіп, Ильяс Жансүгіровпен бірге болашақ шығармаларына мәлімет жинайды. Ленинградқа қайтып оралысымен осы мәліметтер негізінде Қараш-Қараш оқиғасы повесін
қилы заман романын, хан кене пьесасын жазады. 1928 жылы Орта Азия мемлекеттік университетінің аспирантурасына қабылданды, әрі Қазақ ағарту институтында сабақ берді. 1936 жылы Қазақ әдебиеті газетінде Татьянаның қырдағы әні дейтін прозалық үзінді жарияланды. Бұл болашақ романның бір тарауы еді. Осыдан соң 1940 жылы Соболевпен бірлесіп Абай трагедиясын жазды. Мұхтар Әуезов 15 жыл бойы Абай жолы атты өзінің 4 томдық даңқты тарихи роман-эпопеясын жазды. Мұның Абай аталған бірінші кітабы 1942 жылы, ал екінші кітабы 1947 жылы жарық көрді. Абай романының екі кітабы 1949 жылы бірінші дәрежелі КСРО мемлекеттік сыйлығын алды. 4 кітаппен біткен эпопея 1959 жылы Лениндік сыйлыққа ие болды. Абай жолы 30 тілге аударылып, дүйім дүние оқырманынан өте жоғары баға алды. Үлкен ғалым, педагог Мұхтар Әуезов қазақ әдебиеті тарихын зерттеу, әдебиет кадрларын дайындау жөнінде шексіз көп еңбек сіңірді. Абайтану ғылымының негізін салды. Көп томды қазақ әдебиеті тарихының, қазақ фольклорына арналған томының негізгі авторы және редакторы болды. Қырғыздың Манас эпосы туралы монография жазды. Қазақ КСР ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы Мұхтар Омарханұлы Әуезов көрнекті ғалым, тарихшы, әдебиет теоретигі болды. Оның негізгі әдеби шығармалары әр жылдардағы ойлар іргелі кітабында жинақталған. Мұхтар Әуезовке Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері атағы берілді. Мұхтар Әуезов Кеңестік бейбітшілік комитетінің мүшесі, Лениндік сыйлық беру комитетінің мүшесі, КСРО жазушылар одағының басқармасы президиумының мүшесі болды. Мұхтар Әуезов Ленин орденімен 2 мәрте еңбек қызыл туы, құрмет белгісі, ордендермен марапатталған. Мұхтар Омарханұлы Әуезов 1961 жылы 27 маусымда Мәскеу қаласында қайтыс болып, Алматыда жерленеді. Қайтыс болғаннан кейін республика үкіметінің қаулысымен Қазақ КСР әдебиет және өнер институтына, Қазақтың мемлекеттік академия драма театрына Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың есімі берілді. Осымен біздің шығарылымыз аяғына келіп жетті. Келесі шығарылымдарды жіберіп алмас үшін біздің арнамызға міндетті түрде жазылып, қоңырауды басып қойыңыз.